Қайырлы күн достар. Бүгін біз қытырлақ болып шығатын өте қатпарлы гүл қаттама жасайтын боламыз. Пияз қосылған гүл қаттама. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Видеоға комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал енді қамырын дайындауға кірісе берейік. 200 мл салқын суға 1 қасық тұз қосып, жұмсақ қылып қамырелеп қоямыз. Қамырды қатты елеп қоймаңыздар, міндетті түрде осылай қолға жабысып, жұмсақ болып иленгені дұрыс. 10 минутқа бетін жауып, демалдырып қойып қоямыз. 10 минут тұрған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Видеодағыдай қатты үлкен емес қылып, бір 5-6 бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Қамырдың әр қайсысын жақсылап дөңгелетіп, ұюын қандырып, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Қамыр дайын болам дегенше 4 пиязымызды алып, майдалап турап, үстінен бұрыш қосып, жарты чайный ложка тұз қосып, жақсылап қолмен езіп, мұжып алатын боламыз. Дайын болған қамырларымыздың барлығын жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырдың барлығын жұп-жұқа етіп жайып болған соң, қамырды ең соңында оқтауға орап, екі жанынан қысып, видеодағыдай оқтаудан қамырды шығарып алатын боламыз да, жайлап ашып, арасына май құйып, маргарин немесе май, қаттамаға қандай май қолданасыз, қалаған майыңызды қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерде мен сұйық майды қолдандым. Май жағып, үстінен пияз сеуіп орап аламыз да,
Қаттаманы гүл тәріздес етіп видеодағыдай жасайтын боламыз. Қаттаманың бетіне су сеуіп шығамыз да қызып тұрған пеште 180-190 градуста 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, қытырлақ болып шығатын қатпарлы гүл қаттамамыз дайын болды. Пияз қоссаңыздар, бұл қаттама ерекше дәм беретін болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, және де каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.